Барлықтарыңа сәлем, сіздер болайық. Короче, достар, бүгін біз Overland'дегі выживанияны жалғастырамыз. Бүгін, по идее, 8-ші серия. И 8-ші серияда біздің жеткен түріміз мынау. Алмазный почти сет, и наяқта эффективный топор, яғни алмазный кирка. Алдыңғы видеода дамыған болатынбыз бұның бәрін. Так, бізде қазір бүгінгі серияда істейтініміз өте қызық болады, если чё. Так, значит, подписчиктер тақтасы тұр, біраз адамның аты жазылған. Если сендерде жазылғыларың келсе, осында коммент жазыңдар, мен сендерді жазатын боламын. Так, короче, біздің бүгінгі істейтін нәрсеміз, так, бірінші мен сендерге бірдеңке көрсетейін. Мына менің кладым. Мен кораблім сендерге ұнайды ма? Мына қараңдар, мына корабль, и там мына яғында клады бар. Короче, кладын қазір кіріп көрсетемін. Ой, блин. Все, мына жақта кладын ашып қарасыңдар, ішіне менің өзімнің заттарым. Бұны тұқ қойған бұл жаққа кіре қоймайды. Мынаны декоративный деп ойлайды, Overland'тың балдары, яғни бұл жаққа кірмейді. Және 12 алмаз сынықты тұрып көріп тұрғандарындай, мен қазір алмазға өте баймын. Ну, видеода көрсетіп қойдым, бірақ сонда да. Короче, бүгінгі серияда біз деген өте керемет қызығырақ бір істейміз. Қазір малдарым менің көп, маған доспех кигізіп қойған мен, кстати. Короче, не бар емес па? Егін бар емес па? Егінді біз деген, блин, мынаны кім бұзып кеткен? Өзім бұзып алған ба? Так, егінді біз деген новыйдан, яғни айтқанда екінші этажын жасаймыз. Мынаның екінші этаж жасап, тағы да көтеріп, в общем, яғни айтқанда, в общем, көп өнім алатын боламыз. Короче, өте кіттай жерден уже мынаның қарсында қанша өнім алатын. Мен бұяққа 1,5 ба, қанша? Вообще 20 ма картошкамен бастап едім ғой. Естерінде ма выживанияны осы жердің? И мен уже мынандай картошка оборот жасай аламын. Өте керемет қой бұл деген енді. Блин, мен, кстати, шайдарды қосуды ұмытып кетіппін. Ну, короче, бізде 3 ядовитый картошка шықты. Яғни бұл бізге керек емес. Кстати, егіле ма ол? Так, көре салайын, мен бұны білем. Бұны жеймін, сосын отравление болам ба, по идее. Опа, тамағым толады екен, прикиньте. Найс. Тамақ толады екен. Яғни лақтырмай қойсам, жей салсам да болады екен ғой, Ой, блин, отравление болады екен, заказывается. Нафиг надо тогда. Так, мыналардың қалғандарын бәрін еге береміз. Мына ағашты сылап тастау керек екен, кстати, мешать етіп тұр екен, өте. Және бізге тамақ жей алмасақ, по идее, еге алмаймыз мыналарды. Так, бәрін, короче, егіп тастадым, и қазір біз екінші этажды, яғни айтқанда, грязін бәрімен толтырамыз. И менде яқта Хлоя деймін, мынау блоктың аты. Так, Аконкар. Қазір бізде Overland'де 4 адам ойнап жатыр, яғни айтқанда қазір. Короче, мына жақтағы біздегі Хлоя, мына жақтың бәрін шешіндіріп алдым, яғни талдарымның бәрін, и осындай шыққан болатын. Қаншастық? 2, 3, 4, 5. В общем, біз чисто дамимыз. Overland'де ешкім андай емесіз дамымайды. Мен еще қазір зачаровальный стол істен білем кейінгім қатып жатыр. Так, короче, мен 6 алмаз алдым мына жақтан. Яғни айтқанда бізде, короче, мынау жол бар емес па? Так, көрсем қазір. Опа, аны салып жатырмын жермен, но маған жер жетпей жатыр. И, короче, мен фигня, лопата істегім келіп тұрған жоқ. Менде қазір киім бәрі бар ғой, так что, блин, нормально лопата істеп алғым келіп тұр да. Так, короче, лопата жасадым, және маған алмазный мотыга керек деп шештім. Короче, өйткені менде алмазный мотыга мен мынаны сындырып, нормально су, ну, точнее, этот мотыгамен істегім келетін, нормальный мотыгамен, понимаете? И маған мынандайлар керек. Опа, жер бар ма не менде? Блин, жер бар екен ғой яқта. Короче, бізде Хлояның маған бір настактар жетіп қалар. Короче, Хлояның жетіп қалады деген примерно алдым количествода. И менде 57 жер бар екен. 57 жер мына жерге жетіп қалмай ма, по идее, да, достар? По идее, осыған жетеді. Так, енді қоршап біттім. Блин, ой, лучникке ұқсап кетті ғой. Так, 3 блоктап, блин, кетші, балақай. Кет. Сендер үшін өлтіріп, сендер лайк басыңдар. Так, бір лайк, просмотр, ой, коммент деген. Опа, но картошка шықты надан, найс. Да, того уже мен істеп болдым. Азан атып жатыр. Короче, біз қазір 4 адам ойнап жатыр. Біреулер алмаз салып жатыр. Ну, там енді біздің Overland'ды қалай ойнайтын көрдіңдер ғой, примерно. Так, нәрсе бізде. Брат, пожалуйста, брат, қойшы. Брат, қоя тұрш. Так, түсіп кетейік суға. Бра, бергел, бро. Қызламыз, ничего, нормально. Эндермен бар, кім ол айрам? Так, эндермен қайда? Оказывается, эндермен мында жүр. Оп, мен бірге суға түскісі келді. Паук. Паук не бәлеп, психопат. Кет. Шек. Так, эндермен өліп қалды ма? Ну, білмедім. Так, короче, эндермен кесін айыры жерем. Мынау моптар жүр, ит жүр. Ана ит синеп отыр ма? Мана, өлтірді.
Короче, нәшке су құюымыз керек. Бірінші очередь бізде қазір су құятын бізде легендер. Ой, легендерпін ғой. Этот, блин, как его там звали? Ой, вообще сөйлеп кеттім байқамай. Атнет. Атнет ана. Кис леген ше, блин. Суды алатын ше. Шелек, ё-моё, шелек. Мықты 34 железі пісіп берген ғой, так. Осыны ала салам. Алмадым ба не? Так, мен тойып алу керек екен. Что-то картошка пісіріп болмасам, қарным ашайын деп отыр өш. Картошка деген кайф тамақ болды, жеп аласың да жүре бересің, кәдімгі нан сияқты толтырады да ше қапыңда. Так, не пісірейін деп жатырмын, шелек па. Так, шелектің 2 штугын пісіріп аламыз, короче, мына екеуін пісіріп тұрмыз, істеп аламыз да, енді 2 шелекті. Сол кезде біз 2 шелекпен де су алып жібереміз, сол кезде, короче, сол кезде жүрмі? Так, мына су жоқ па? Бескеншті да. Так, мына менің талдарымда өсіп қапты біраз, мына да патырлатып ек кетем. Мына істеп қойдым, короче, қазір көрсем. Астарынан мынандай блоктарды істеп қойдым, но маған ешқандай мешать болмайды, өйткені мен бұяққа егін екпеймін, яғни айтқанда көріпсіңдер өздерің. Және мыналардың егінін жинап маған егіне қажет жоқ, өйткені бізде егін жетеді. И, кстати, бізде мыналардың мыналардың егіндерін ұстап жүру керек, өйткені бағана булыжник тұрған мына булыжникті алып тастаған мен, короче, дұрыстаған болатынмын. Так, тағы бір жерлер жоқ па? Бәрі түгел. Короче, мына үстін істей беретін боламыз, уже суын бәрін алып тастадық, мына қалғандарына су ала салайық. Бос жатпасын, ведролар, яғни айтқанда, так, енді картофельдердің бәрін алып егіп шығамыз, короче. Жоқ, бірінші екпейміз, бірінші не істейміз, жерді қопсытамыз дейма, по идее, сонда емес пе? Ой, блин, мынаны алып тастау керек. Жерді қопсытамыз осылай. Так, короче, бізде қазір. Так, короче, мен аяқтың бәрін істеп біттім, қопсытып жерді, енді жердің бәрі, короче, қарайып атыр уже. Наяқта 2 су добавить еттім, өйткені бізде наяқта 2 су тұрған себебі наяқтарды шамалы істемей қалып, қалғанның астынан андай су бар, так что бізге ондай су керек болмады да наяққа қарай. Но бізге наяққа оказывается керек болады екінші этажда. Сондықтан, короче, мен өкініп қалған себебім неге десеңдер, мынаны 3-тік высота салғаныма, 4-тік қып салғанымда, мынау сияқты қып, сол кезде мен қиналмайтын да, так, мынаяққа қарай су салып, бүйтіп мынандай істеп, мен астына өтіп кете беретін болатын еді. Так, енді бізде бар картошка қанша стак? 1, 2, 3, 4, 4-те 12, короче. Осының бәрін қарным ашып жатыр. Картошкамды алып қайта салайыншы, мен жейтін по идее, өйткені мен қарным ашады, білетіндерсіңдер. Так что қиналмай жұмысымызды істей беретін болайық та. Так, картошканы алдым, біраз нәрсе қалды, өйткені тамақты сразу жеп алмасақ, өйткені егіп атқан картошканы жеп қойын деп жатырмын ғой мен. Автоматически бүйтіп егіп шыға алмаймын, а то так, короче, аяқтың бәрін егіп тастау керек, өйткені бізде қазір видеоның 13-ші минуты, по идее. Ну, біз деген уже ферма мынаватыр. Сендер 13 минут көрсеңдер, мен деген қанша минут болды отқаныма, ё-моё. Азан болады, кеш батады, таң атады, кеш батады болатыр, короче. Енді мыналардың бәрін егіп боламыз қазір. Так, короче, істеп жатырмын, бірақ бір минусы бар да. Мынау судың дәл жанында тұр да, басқалар істеп жатыр андай. Опа, міне қарай жатыр да, мынандай судың дәл мынандай жерінде тұрғандар каким-то образом қараймай жатыр ғой. Мынау сияқты ше. Түсінбей тұрмын да соны, по идее. По идее ше, опа қарайтын ке, по идее жаңа ақ еді ғой да. Так, короче, қараяды жаймен. Біздің ендігі істейтін как его было там, Дима? Зачаровальный стол жасаймыз бүгін біз қазір. Екінші очерк, үшінші очерк деген. Так, алмаз, 2 алмаз, книга және обсидиан. Ой, енді мына бізде зачаровальный стол. Где он? Так, где ты? Чародейский стол. Чародейский столға бөлек зат салғым келіп тұр да менің, короче, достар. Өйткені бізге деген шамалы бөлек әлем қылып салғым келіп тұр мен чародейский столда. Опа, мынаның астына салам, мен қазір сендерге түсіндірейін. Маған безумный идеялар келеді осындай. Короче, алдында деген маяқта лава тұратын еді, дәу. Мен ерінбей шығып, соны сындырып, бір обсидианды алып, 4 обсидиан тығып, мен де жаңа. Яғни айтқанда мен соны біреуін содан алғам, үшеуін жерден тауып, анаяқ астын қазып алып кеткен болатынмын. Так, алмаз зеркамын өзінде ма? Өзінде екен. И енді мен мынаяққа зачаровальный стол жасағым деп тұр, яғни айтқанда.
қазір мына жерді көріп тұрсыңдар ма? Осы жерден сындырамыз, осылай түсініп тұрғандарыңды, түсініп тұр ма білмеймін ғой сендерден қалай түсініп тұрғандарыңды. Блин, астық шығып жатқан қазында шимай. Так, болмайды екен, қазір болмайды екен. Онда бүйтіп істейміз. Так, бүйтеміз. Бізге тағы булыжник керек, блин. Мынау деген басқаша ойлағандай болып жатыр ғой. Мен ойлағандай бола ма деп блин, что-то басқаша болып жатыр. Так, тағы бір булыжник керек, жауып тастау керек. И все, по идее жабылды. Короче, мен ойлап тұрғаным мынандай ғой. Мынау не тесік, там булыжник шығады. Астынан әппақ әктер шығып жатыр. Маған булыжникпен бүйтіп мына жабық тұрғаны керек, пацаны, бүйтіп ше. Опа. Блин, невезунчикпін ғой мен. Короче, айтқанда мен былай қарай кеп қоям мынаны. И жанын аяқты кітаппен толтырам. Түсіндер ғой, примерно, енді түсіндер ғой, а? Міне, аяқтың бәрі, короче, мына зачаровальный столға тұрған сияқты болады. Там безумная идея ғой, деген, я? Прям офигенно тұр мына зачарование. Так, бұда не шығады маған? Менде қазір лопата бар, лопатаны салып көрейін. Так, эффективность бар. Не надо. Сила бір фигня, так, алмазный броня, так, защита бір фигня, но щит салынбайды екен, фигня, так, подача, пронзитель. Так, в общем, бәрі фигня, достар. Мынаны күшейтпей уровенім бізге нормально кітап не светит. Сондықтан да біз не істейміз қазір? Біз кімнің фикаптың үйіне барамыз, короче. Так, короче, мен деген фикаптың үйінен сахарный тростник алдым, яғни ол берген болады ма, фикапқа рахмет айтамыз. И, короче, мен деген үйіме қайтам, обратно не керек дейсіңдер, маған книжный полка жасау үшін кожа керек, яғни кожа 4-ақ бар, так что кожа маған өте керек қазір. Но мен решение таптым, мен деген қазір ерімей данж іздеймін, данждар, и там кожасы бар, яқа баратын болам. Так, короче, зачарованный столды маған әзір книгаларын керек емес, надоел. Мұнау бір жерге кіріп кеттім мен, яғни айтқанда, сол кезде менен яқтан. Там золотое яблоко таптым, бирка таптым, яғни біреуге ат қоюға болады там. Енді дальше, яқтан әр жерден, блин, не істеген білмеймін, короче айтқанда. Блин, вообще қаяқ. В общем, қуып кеттім, шынын айтайыншы. Өліп қалайын деп жүрмін, так что басым аман кезде, йоу, достар, давайте бақтарыңмен, ой, бәлә, сендермен болған мен лайк, давайте, короче.